Сәлем! Егер менің каналым саған ұнаса, міндетті түрде достарыңмен бөлісіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпа. Бүгін 9 сыныптың азот қышқылы мен нитраттардың өзіне тән қасиеттері тақырыбына арналған біліміңді тексер тапсырмаларын орындаймыз. Бірінші сұрақ: азот қышқылының қандай ерекше қасиеттері бар? Бірінші сұрақтың жауабы: азот қышқылы тұрақсыз, жарық және температура әсерінен айырылады. Нәруыздармен әрекеттеседі. Металдар азот қышқылымен әрекеттескенде ешқашан сутек газы бөлініп шықпайды. Екінші сұрақ: азот қышқылы металдармен әрекеттескенде қандай газ түзілмейді? Екінші сұрақтың жауабы: металдар азот қышқылымен әрекеттескенде ешқашан сутек газы бөлініп шықпайды. Үшінші сұрақ: азот қышқылының металдармен әрекеттесуінің ерекшеліктерін атап шығыңдар. Үшінші сұрақтың жауабы: жоғарыда айтып кеткенімдей, металдар мен азот қышқылы әрекеттескен кезде сутек газы бөлінбейді. Сонымен қатар металдардың азот қышқылымен әрекеттесуі келесі сызба нұсқа бойынша жүреді. Металл азот қышқылымен әрекеттескен кезде тұз, су және де азот қышқылының тотықсыздану өнімі шығады. Төртінші сұрақ: азот қышқылы қандай металдармен реакцияласпайды? Төртінші сұрақтың жауабы: азот қышқылы алтын мен платинадан басқа барлық металдармен әрекеттеседі. Бесінші сұрақ: іс жүзінде жүретін реакциялардың теңдеулерін аяқтаңдар. Бесінші сұрақтың жауабы: азот қышқылының магний карбонатымен әрекеттесуі нәтижесінде бізде магний NO3 CO2 және су түзіледі. Реакцияны теңестіру үшін азот қышқылының алдына 2 қоямыз. Келесі В жағдайы: бұл бізде мыс оксиді мен калий нитраты әрекеттесіп, нәтижесінде купрум NO3 және де калий 2O түзеді. Реакцияны теңестіру үшін калий NO3-тің алдына 2 коэффициентін қоямыз. Алтыншы сұрақ: мыс, алюминий және темір көмегімен азот пен тұз қышқылдарын қалай танып білуге болады? Алтыншы сұрақтың жауабы: олар реакцияға түскен кезде қоңыр түсті газ NO2 түзіледі. Жетінші сұрақ: реакцияларды аяқтап, оларды электрондық баланс әдісімен теңестіріңдер. Жетінші сұрақтың А жағдайы: темірді сұйылтылған азот қышқылымен әрекеттестіреміз, нәтижесінде феррум NO3, NO және де су түзіледі. Бізде реакцияға дейінгі реагенттерде феррумның заряды 0, ал реакциядан кейін бізде феррум NO3 затында өнімінде темірдің заряды +3-ке тең. Ал азот реакцияға дейін +5 зарядына тең болса, реакциядан кейін NO-да бізде ол +2 зарядына тең болады. Бұл жағдайда темір өзінен 3 электронын беріп жібереді, ал азот өзіне 3 электрон қосып алады. Олардың ең кіші ортақ еселіктерін тауып жазамыз. Екеуі де 3-ке тең болады, бірақ бізде реакция барысында екеуіне 3 қойғанда реакция теңеспейді. Сондықтан HNO3-тің алдына 4, ал H2 оның алдына 2 коэффициентін қоямыз. Бізде темір бұл жағдайда тотығу процесін жүргізіп тұр, ал азот тотықсыздану процесін жүргізеді. Келесі Ә жағдайында феррумды концентрленген азот қышқылымен әрекеттестіреміз, нәтижесінде феррум NO3, NO2 және де су түзіледі. Бұл жақта да темір реакцияға дейін жай зат, реакциядан кейінгі өнімде оның заряды +3-ке дейін өзгереді. Ал азот реакцияға дейін +5 зарядында болса, реакциядан кейін ол +4 зарядына тең болады. Бізде феррум өзінен 3 электрон беріп жіберді, ал азот өзіне 1 электрон қосып алды. Екеуінің ең кіші ортақ еселіктерін табып, бір-біріне бөлетін боламыз. Енді реакцияны теңестіретін болсақ, NO2-нің алдына азот бар жерге 3 қоямыз, және H2 оның алдына 3 қоямыз, ал концентрлі азот қышқылының алдына 6 коэффициентін қоямыз. Бұл реакцияда темір бізде тотығу процесін жүргізіп тұр, ал азот тотықсыздану процесін жүргізеді. 8-ші сұрақ: айналымдарды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін
реакция теңдеулерін жазып, X және Y заттарын анықтаңдар. 8-ші сұрақтың жауабы. Азоттан аммиак, аммиактан Y зат ретінде NO қойдық, Y зат ретінде NO2-ні алдық, одан біз HNO3 және HNO3-тан аргентум NO3-ті алуымыз қажет. Яғни барлығы нәтижесінде бізде 5 химиялық реакция теңдеуі шығу қажет. Алғашқы реакция N2 қосылған H2 түзеді NH3. Реакцияны теңестіру үшін H2-ның алдына 3, NH3-тің алдына 2 қоямыз. Келесі реакция NH3 қосылған O2 түзеді NO қосылған H2O. Реакцияны теңестіру үшін NH3-тің алдына 4, O2-ның алдына 5, NO-ның алдына 4, ал судың алдына 6 коэффициентін қоямыз. Келесі реакция NO қосылған O2 түзеді NO2. Реакцияны теңестіру үшін NO-ның және NO2-ның алдына 2 коэффициентін қоямыз. NO2 қосылған H2O қосылған O2 түзеді HNO3. Реакцияны теңестіру үшін NO2-ның және HNO3-тің алдына 4, судың алдына 2 қоямыз. Күмісті аргентумды HNO3 пен әрекеттестіреміз. Нәтижесінде аргентум NO3 және де H2O NO2 түзіледі. Реакцияны теңестіру үшін HNO3-тің алдына 2 коэффициентін қоямыз. 9-шы сұрақ. Азот қышқылымен берілген заттардың алюминий гидроксиді, кальций оксиді, кальций карбонаты, мыс сұйылтылған қышқыл, аммиак әрекеттесу теңдеулерін жазыңдар. 9-шы сұрақтың А жағдайы. Алюминий гидроксиді қосылған азот қышқылы түзеді алюминий NO3 және су. Реакцияны теңестіру үшін HNO3-тің алдына және H2O-ның алдына 3 қоямыз. Ә жағдайы. Кальций оксиді қосылған азот қышқылы түзеді кальций NO3 қосылған H2O. Реакцияны теңестіру үшін азот қышқылының алдына 2 қоямыз. Кальций карбонаты азот қышқылымен әрекеттескен кезде кальций NO3 CO2 және су түзіледі. Реакцияны теңестіру үшін азот қышқылының алдына 2 қоямыз. Купрум қосылған HNO3 түзіледі. Купрум NO3 қосылған NO қосылған H2O. Реакцияны теңестіру үшін купрумның купрум NO3-ның алдына 3 қоямыз. HNO3-тің алдына 8, NO-ның алдына 2, H2O-ның алдына 4 коэффициентін қоямыз. Келесі аммиак пен азот қышқылы реакцияға түскен кезде аммоний нитраты түзіледі. 10-шы сұрақ. Неліктен азот қышқылын күңгірт шыныдан жасалынған ыдыстарда сақтайды? 10-шы сұрақтың жауабы. Өйткені азот қышқылы тұрақсыз, жарық және температура әсерінен айырылады. 11-ші сұрақ. Азот қышқылының тұздары қалай аталады және олар қайда қолданылады? 11-ші сұрақтың жауабы. Азот қышқылының тұздарын нитраттар деп атайды. Нитраттарға натрий NO3, NH4NO3, калий NO3, аргентум NO3 жатады. Натрий және калий нитраттары шыны қайнатуда, тағамдарды консервілеуде қолданылады. Оқ-дәрі жасау үшін калий нитратынан күкірттен және көмірден тұратын қоспа жасайды. Күміс нитраты, немесе оны ляпис деп те атайды. Оны медицинада затты күмістеу үшін және химиялық лабораторияларда хлор ионын табуға, анықтауға пайдаланады. 12-ші сұрақ. Зертханада газдарды кептіру үшін көбінесе күкірт қышқылын пайдаланады. Неліктен бұл әдісті пайдаланып, аммиакты кептірмейді? 12-ші сұрақтың жауабы. Аммиакты күкірт қышқылы арқылы өткізгенде аммоний сульфатының ақ кристалдары пайда болады. Реакция теңдеуін жазатын болсақ, NH3 көбейтілген H2O қосылған H2SO4 түзеді NH4 қосылған H2O. Реакцияны теңестіргенде NH3 көбейтілген H2O-ның алдына 2 қоямыз және түзілген судың алдына 2 қоямыз. Яғни бізде ақ кристалды аммоний сульфаты түзілді. Аммиак қышқылмен әрекеттесіп аммоний тұздарын түзеді. Сондықтан бұл әдіс аммиакты кептіруге жарамайды. 13-ші сұрақ. Ас тұзын аммоний хлоридінен қалай бөліп алуға болады? 13-ші сұрақ. Аммоний хлоридіне натрий гидроксидін қосамыз. Нәтижесінде натрий хлориді, аммиак және де су түзіледі. 14-ші сұрақ.
Мына нитраттардың термиялық ыдырауының реакция теңдеулерін жазыңдар. 14-ші сұрақтың жауабы. Литий NO3 термиялық ыдырау барысында литий 2O, NO2 және O2-ні түзеді. Реакцияны теңестіру үшін литий NO3-тің алдына 4, литий 2O-ға 2, NO2-нің алдына 4 қоямыз. Купрум NO3 2 термиялық ыдырау нәтижесінде купрум және NO2 сонымен қатар оттек түзеді. Реакцияны теңестіру үшін NO2-нің алдына 2 қоямыз. Келесі натрий NO3 термиялық ыдырау барысында натрий NO2, NO2 және O2 түзеді. Реакцияны теңестіру үшін натрий NO3-тің алдына 2, натрий NO2-нің алдына 2 және де NO2-нің алдына 4 қоямыз. Магний NO3 2 термиялық ыдырау барысында магний оксидін және NO2 мен оттекті түзеді. Реакцияны теңестіру үшін магний NO3 2-нің алдына 2, магний О-ға 2, NO2-ге 2 коэффициентін қоямыз. Гидрогериум NO3 2 термиялық ыдырау барысында сынап түзеді, сонымен қатар NO2 және O2-ні оттекті түзеді. Реакцияны теңестіру үшін NO2-нің алдына 2 коэффициентін қоямыз. NH4NO3 термиялық реакция нәтижесінде N2O және де су түзеді. Реакцияны теңестіру үшін судың алдына 2 коэффициентін қоямыз. 15-ші сұрақ. Төменде құрамында азот бар кейбір заттардың құрылысы көрсетілген. А, Б, С, Д, Е және F заттарының құрылымдарын пайдаланып келесі сұрақтарға жауап беріңдер. Бір құрылымды бір немесе бірнеше рет қолдануға болады. 15-ші сұрақтың жауабын сіздерге жазып қойдым. Әрбір берілген сұрақтың қасына сіздерге бейнеленген заттардың құрылысының әріптерінің атауларын жазып қойдым. Өздеріңіз сәйкестендіріп алсаңыздар болады. Бірінші есеп. Көлемі 5 литр қалыпты жағдайда ыдысты оттекпен толтыру үшін селитраның қандай массасын ыдырату қажет? Бірінші есептің берілген жазып қойдым. Шешуіне кірісеміз. Ол үшін ең алдымен химиялық реакция теңдеуін жазамыз. Калий NO3 ыдыратқан кезде ол калий NO2-ге және O2-ге ыдырайды. Реакцияны теңестіру үшін калий NO2-нің алдына және калий NO3-тің алдына 2 қоямыз. Есептің берілгенде оттектің көлемі 5 литр, ал оның мольдік көлемі қалыпты жағдайда 22,4 литрге тең. Калий NO3-тің массасын табу қажет, ол X грамм, ал калий NO3 бізде 2 деген алдындағы коэффициентке көбейтіліп, молярлы массасы 202 граммға тең болады. Осы жерден X-ті пропорция құру арқылы табамыз, яғни 202-ні 5-ке көбейтіп 22,4-ке бөлеміз. Нәтижесінде 45,1 грамм шығады. Есептің жауабы шықты. Селитраның массасы 45,1 граммға тең. Екінші есеп. Натрий нитратын қыздырғанда 280 мл қалыпты жағдайда оттек бөлініп шықты. Тұздың қандай массасы ыдырады? Екінші есептің берілген жазып қойдым. Енді шешуіне кірісеміз. Натрий NO3-ті ыдыратқан кезде ол натрий NO2 және де O2 түзеді. Реакцияны теңестіру үшін натрий NO2-нің алдына, натрий NO3-тің алдына 2 коэффициентін қоямыз. Есептің берілгенінде оттектің көлемі 280 мл деп берілген. Алайда оны литрге айналдырсақ, ол 0,128 литр болады. Яғни оттектің көлемі 0,128 литрге тең, ал оның қалыпты жағдайдағы мольдік көлемі 22,4 литрге тең. Натрий NO3-тің молярлы массасы 2 деген коэффициентімен бірге 170 граммға тең. Бізге натрий NO3-тің массасын табу қажет, ол бізде X грамм. Осы жерден біз X-ті таба аламыз, ол үшін пропорция құрамыз. Яғни 170-ті 0,128-ге көбейтіп 22,4-ге бөлеміз. Нәтижесінде бізде 2,125 грамм шығады. Есептің жауабы шықты. Тұздың массасы натрий NO3-тің массасы, яғни
2,125 граммға тең. Осымен біліміңді тексер тапсырмалар аяқталды. Ұнаса, міндетті түрде тіркел, достарыңмен бөліс, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпа.